Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Дәметкен. Бүгін сіздерге творожный пирог рецептісімен бөлісемін. Сары май салынып тұрған ыдысқа қант саламыз. Бір жұмыртқа қосамыз, жақсылап миксерлейміз. Ұнымызды алып, бір шай қасық қосқыш салып араластырамыз. Ұнды електен өткіземіз. Миксермен араластырамыз. Миксерлеген кезде осындай ұнтақтар пайда болады. Осының бәрін жақсылап елеп, қамырымызды біріктіреміз. Сүзбен үстіне қант, қаймақ және бір жұмыртқа саламыз. Ручной блендерден өткіземіз. Салмамыз дайын болды. Менің форманың диаметрі 26 см. Форманың астын, жанын жақсылап сары маймен майлаймыз. Қамырымызды формаға жайып шығамыз. Салмамызды формаға құямыз. 170-180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутқа қоямыз. Мінекей творожный пирогымыз дайын, ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк қойыңыз. Рахмет.